Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Алматы облысында жылан шаққан 9 жастағы бала қайтыс болды. Алматы облысы Кеген ауданында 9 жастағы баланы 27 маусымда жылан шағып, 2 күннен соң ауруханада көз жұмды. Өңірлік денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, науқас ауруханаға өте ауыр халде түскен. Балаға емдік шаралар тағайындау үшін аудандық ауруханаға Алматыдан токсиколог және де реаниматолог дәрігерлерді көмекке келген. Соған қарамастан баланың өмірін сақтап қалу мүмкін болмады. Айта кетейік, соңғы 6 айда облыс бойынша 11 адам жылан шағу диагнозымен ауруханаға жүгінген. Ал былтыр Алматы облысында дәрігерлер жылына шаққан 24 адамға медициналық көмек беріп, өмірін сақтап қалған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.